Ассалаумағалейкум мұсылмандарым, қазақтарым. Аллахтың ризашылығымен мен мынандай устройство ойлап таптым. Бүкіл әлемде менен басқа ешкім жоқ. Мұны ойлап тапқан. Мұны аты подушка Мирама деп аталады. Менің методым патенттелген. Сондықтан да мына мошенниктерге, проходимцтерге айталым, байқаңдар. Уголовный кодексте за нарушение авторских прав дейді, үлкен статья бар. Жақын шетелдерде бірнеше адамдар осы статьялармен сотталып кетті. Менің осы методыммен адамдарды емдеген үшін. Ал енді ауыру адамдарға айтарым, ауырған адамдарға емдеріңіздер, мен сіздерге рұқсат беремін, тегін. Сонымен, бұл ағашқа, подушка Мирамаға жату үшін алдыменен мына мұсылмандарға оңайлық болып, мынау намаз оқитын коврик, кілемше. Осыны мен мына үлкен қалың слой жасаймын. Сосын мына подушканың үстіне қоямын. Өйткені мына ағашқа жату өте қиын, ауыра бастайды позвоночниктер. Сондықтан да мына жұмсақ болу үшін мен осындай нәрселерді пайдаланамын. Мына мысалы қалың орамалды да қоюға болады оның орнына. Жоқ болса егер мынандай намаздың ковриктері. Жатқан кезде ең бірінші көпшікке тіреп қоясыздар. Содан кейін жатасыздар. Счет жай жата бермейсіздер. Счет босату керек, расслабиться етіп. Позвоночниктеріңіз, омыртқаларыңыз, подушканың формасын қабылдаған кезде, сол кезден бастап кемінде 15-20 минут жату керек. Жарты сағат жатсаңыздар, тіпті жақсы шыдап жатсаңыздар. Содан кейін 3-4 сантиметр сайын бүйтіп қозғап отырасыздар. Жауырынның жоғарғы жағына дейін. Одан кейін жауырынның жоғарысынан әрі қарай желкеге, мойынға, менің басқа методым бар. Шейіне грыжаны емдеу туралы, мойынның грыжасын емдеу туралы. Оны басқа менің видеороликтерімнен көруіңіз болады. Ютубта менің оннан артық видеороликтерім бар. Бәр методтарға қалай пайдаланатын, қалай емделетін бәрін мен айтқам. Соныменен осылай жылжыстап жатсаңыздар, грыжа, сколиоз және тағы басқа аурулар ғана емес, іштеріңіздегі әртүрлі органдар бар, ауыратын солардың бәрі емделеді. Өйткені адамның миы бар, миы осы органдармен, бәр жерімізбен жұлын арқылы, спинной мозг дейді, жұлын арқылы хабарласып тұрады. Егер бір жерде мысалы нерв қысылып қалды ма, ол жерде қан айналымы бұзылады, нервтің, мен енді орысшасын айтайын, нервный иннервация дейді, сол бұзылады, тамақтану бұзылады, сол қоректенуі, сол органның, содан кейін ол орган ауыра бастайды. Мысалы, бүйрегіңіз бар, бауырыңыз бар, простатит, мастатит дейді, солардың бәрі де осымен дұрыстап жатсаңыз, ақырындап бәрі ауруға кетеді. Сонымен енді айтарым тағы да, Алла тағала бәріңізге көмектесіп, ем шипа, күш қуат, денсаулық, жеңілдігін берсін. Аман есен болыңыздар. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.